Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мектебімізде өтіп жатқан тілдер онкүндігі аясында коррекциялық әдістемелік бірлестігі мұғалімдерінің ұйымдастыруымен мәңгілік ел, мәртебелі тіл тақырыбында өткізіліп отырған шарамызда қош көрдік. Біздің ұлттық құндылықтарымыз туған тарихымыздан, салт дәстүрімізден, мәдениет пен өнерімізден және туған қасиеті тілімізден бастау алатыны баршаңызға белгілі. Сондықтан мәңгілік ел болуға қадам басқан еліміздің ұлттық құндылықтарын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, көздің қарашығындай сақтап отыратын асыл қазынамыздың мерейі арта берсін. Тарихымызды мәңгілік ету, тіліміздің мәртебесін арттыру әрбір Қазақстан азаматының басты міндеті болуы тиіс. Барша қазақстандықтардың рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мықты, әлем таныған мәңгілік елге айналу үшін, тіліміздің мәртебесін асқақтату үшін түрлі шаралар атқарылып келеді. Осындай игі шараларды коррекциялық әдістемелік бірлестігінің кәсіби деңгейлері жоғары, жанашыр, шығармашыл ұстаздары үлкен жауапкершілікпен жүзеге асыруды көздеді. Өткізіп отырған шарамыздың басты мақсаты оқушылардың туған тілге деген қызығушылығын арттырып, танымдық қабілеттерін дамыта отырып, құзыретті тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді. Бұл шарада оқушылар 4 топқа бөлінді. Атап айтқанда, бастауыш сурдо класс арасында ойлан да тап деген тақырыппен тіл дамыту ойындары ұйымдастырылды. Ортаңғы кластар арасында қазақ тілін бірге үйренейік деген тақырыппен веб-сервис тіл-құрал.kz сайтының қолжетімді платформасы арқылы ойнай отырып тіл үйрену жұмысы атқарылды. Тифло бастауыш кластар арасында тіл татулық тірегі деген тақырыппен Қазақстан елі туралы мәлімет беретін ауызша журнал ұйымдастырылды. Тифло ортаңғы кластар арасында самолетик мирі деген тақырыппен челлендж жүргізілді. Осындай ерекше де әртүрлі әдіс тәсілдермен ұйымдастырылған шараға ата-аналарымыз қызу қолдау көрсетіп, зор жауапкершілік танытты. Оқушыларымыз үлкен қызығушылықпен өте белсенді қатысты. Сондықтан мәңгілік ел, мәртебелі тіл тақырыбындағы тіл дамыту ойындары жоғары деңгейде өтті. Қызықты ойындарды келесі видеолардан тамашалаңыздар.